Жамбылда жасөспірімдер арасындағы зорлық-зомбылық деректері азаймай тұр. Құқық қорғау органдары келтірген мәліметтерге сүйенсек, биылдың өзінде оларға қатысты қылмыстар саны 140-қа жуықтаған. Елдегі жалпы статистикада көңіл көншітпейді. Осыған орай Білім және ғылым министрлігі 9-20 қараша аралығында республика көлемінде зорлық-зомбылықсыз балалық шақ атты республикалық ақпараттық науқан бастады. Ұрпақ тәрбиесімен қатар қауіпсіздігі қатар жүретін мәселе. Өйткені бүгінгі қоғам дертіне айналған зорлық-зомбылықты түп тамырымен жою мүмкін болмай тұр. Ал ата-аналар бауыр еті баласының амандығы үшін не істеуіміз керек деп алаңдаулы. Балалар құқығын қорғауға жауапты сала өкілдері өзекті проблеманы шешудің сан түрлі әдіс тәсілін қолға алып жатқандығын айтады. Солардың бірі қатыгездік пен зорлық-зомбылықсыз балалық шақ деген науқанның басталуы. Акция аясында мамандар ақпараттық түсіндіру жұмыстарын қолға алған. Дегенмен қауіпсіздік шаралары күшейгенімен соңғы жылдары жасөспірімдер арасында зорлық-зомбылық оқиғалары тыйылмай тұр. Статистикаға сүйенер болсақ, осы жылдың 10 айында кәмелетке толмағандарға қатысты 138 қылмыс тіркеліп отыр. Оның ішінде 8 зорлау, 5 жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық, 17-16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас, 7 кәмелетке толмағандардың сыбайлас жемқорлыққа ұшырауы сынды қылмыстары бар. Жасөспірімдер ісімен айналысатын құқық қорғау органдарының мамандары биылғы алдын алу жұмыстарында бірқатар өзгерістер орын алғандығында жеткізді. Рейдтік шаралар қатары артып, ақпараттық түсіндіру жұмыстары да мықтап қолға алынды деп отыр. Әлеуметтік қауіпті жағдайда өмір сүріп жатқан балаларды анықтау мақсатында отбасында зорлық-зомбылық жоқ, түнгі қаладағы балалар, көше, жасөспірім секілді кең ауқымды алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр. Әсел Ишамбек, Әділбек Самаликов, Ернар Сегізбаев, 7-7 News.